Мына қазіргі таңда адамдар осы адыраспанмен үй аластатып бір көмек күтеді. Яғни бұл жындарды, шайтандарды қуады дейді. Сол осындай адамдарға шариғатта ешқай жерде бекітілмеген туралы, яғни оларға қандай насихат айтуға болады? Ол адыраспан бізге не істеп береді? Осындай жамандықты қайтарады. Жамандықты қайтарады деп қай жерде айтылған сол нәрсе? Елдер істейді. Елдер бізге дәлел бола ма екен? Алла субханаху ва таала бізге осы адыраспанды жамандықты кетуіне себеп болады деп айтқан болса жақсы. Жамандықтың келуі де Алланың тағдырыменен, жақсылықты келуі де Алланың тағдырыменен. Ол жақсылықты келтірудің себептері де шариғатта бар, жамандықты қайтарудың себептері де шариғатта бар. Адам 5 уақыт намаз оқымаса, үйіне кіргенде бисмилля деп кірмесе, тамақ жегенде бисмилля деп жемесе, ол қандай жамандықтан сақталу, қандай неше рет адыраспан тұтатса да, ол ешқандай жамандықтан сақтамайды оны. Осында ұқсаған әртүрлі ақылдар, яғни ақылға сай келетін нәрселерді айту керек. Себеп олар көбінесе ақылға сүйенетін халықтар. Осы нәрсені ақылға сай келмейтін бір ақмақтық екенін білгеннен кейін тастай салады олар. Түсінікті ме? Субханалла, үйде ондай нәрселерді айта беремін, соның өзіне де түсінбейді олар деген. Сен бізге жаңалық ашпа дейді. Мен айтам, Құранмен яғни сүннеттің қай жерінде Аллах Тағала бізге өзге айтқан жоқ ондай нәрсені деп. Ой қойшы дейді, сонымен қоя қояды. Жақсы, адам жағдай барынша түсіндіресің. Енді сен осылар түсінсін деп әртүрлі адамдар түсінбейтін сөздерді айтпайсың ғой. Оларды сен үйреткен уақытында Құраннан айтасың, сүннеттен айтасың, ақылға сай келетін ақылды сөзден айтасың. Болды. Сонымен тыңдаса, алхамдулилла, тыңдамаса және өзі біледі. Иншалла.